Ассалаумағалейкум, құрметті Ұран YouTube арнасының тұрақты көрермендері және әлеуметтік желіні пайдаланушылар. Біз өз жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз тіптен ерекше. Қазақ жылқы мінез қазақ дейді ғой. Көп жағдайда қазақи сипатымызды сосы жылқы жануармен байланыстырады. Сондықтан да бұл тақырыпты әлбетте талқылау үшін бізге қонаққа келіп отырған Ақылбек Исжанов, Атбегі Исжанов жеке кәсіпкерлігінің жетекшісі, жылқы шаруашылығын өңірде дамытып жүрген азаматтардың бірі. Енді сіздің жұмыстарыңызды таныстырып қажет емес деп есептеймін. Батыс өңірінде әсіресе біздің Оралдың аудандарында жылқыларыңыз бәйгеге шауып жүр. Жас жеткіншектерді тәрбиелеп жатсыз ұлттық спортқа. Осы салада жүргеніңізге 8 жылдай болып қалыпты. Ең бірінші кезекте ауылдан, өздеріңіздің туған жеріңіз Жаңақаладан облыс орталығына келдіңіз. Бірақ қаланың қым-қуыт күйбелең тірлігіне шыдамай, шет жақтан қаланың шетінен бір табиғаттың аясында әдемі киіз үйіңізді құрып, шаруаңызды жүргізіп отырсыз. Жалпы мына жылқы шаруашылығын дамытудағы ең бірінші не себеп болды? Осы туралы айтып өтсеңіз, қазір енді көп адамның, әсіресе қала тұрғындарының бұған қызығушылығы табындай жақсы болады деп айта алмаймыз ғой. Қаланың тірлігі бөлек, ауылдың, қырдың тірлігі бөлек деген сияқты. Енді бірінші шаруашылық бастағанымыз 2015-те балам 3 жасқа толғанда көкпар ер сыйлағам. Соған ерді әкелдім үйге, баланың қызығушылығы байқадым да, ертең түспейді. Басқа ойыншы. Тұңғышыңыз ба? Иә, Айсұлтан. Соны ермен алысып, ердің үстінен түспей кезін, сосын ойлап жүрдім да 2016 жылы бір құлын әкелдім. Енесінен айырылып қалған құлын ғой. Иә. Шарап қалған. Жетім құлын, иә? Жетім құлын, иә. Ауылда ма бұл? Жоқ, қалаға. Қалаға, иә. Зашаған келдім тұрамыз ғой. Шет жақта. Иә, жүрейді. Сосын әкелдім құлын, құлынмен ойнап, су, жем-шөбін беріп, витаминдерін турап беріп, сөйтіп. Баланың қызығушылығы бар екенін байқадым. Қасына өзімді атығып бердім. Екеуміз ат жаямыз, арқандаймыз, соны алма теріп береміз, лиса паласа дейміз ғой. Сөйтіп жүріп, енді ол кезде енді ұлттық спорт мектебінде жұмыс істеймін, ұлттық спорт мектебінде жаттықтырушы болып. Осы ат спорт түрлерінен? Иә. Соны жарыстарға шығамыз, сол кезде Тараз қаласында болдық, неде, командировкада, іс-сапарда. Соны көшеде бір шаруа бастау керек қой, не істейміз, бірдеңе бастау керек деп айтамыз ғой. Бастау керек еді деп. Иә, кім айтпақшы, Тұрсынбек бірдеңе бастау керек еді деп. Соны мешіттен шыққаннан алдында қымызхана бар екен, соған барып отырып, жылы шырайлы апай әңгімесі болып, соны сұрап жатырмын, қалай, қайда сауасыздар деп. Соны айтып отыр, мен балам кет қазір, сен құрдас кетерсіз. Еркін Ертаев деген азамат Тараздың ортасында қымызхана ашып қойған. Соны әңгімесі болып, енді қымыздың дәмін татып, ол қонақ қылып алып қалып, екеуміз дейтін жақсы дос болып кеттік, әлі күнге шейін араласамыз. Соны бір-бірімізден сөйлесіп, пікір алмасып, сұрайсың ғой баяғы жылқының қандай пайда көріп өтсің, бұдан істегенде қалай болады? Кәсіп ретінде қаншалықты тиімді деп? Кәсіп ретінде, сосын сол енді азамат маған түсіндіріп айтты. Қымыз қалай ұстау керек екенін, саумалды қалай уақытымен істеу керек екенін, шаруашылығын барып көрдік. Сол Еркін Ертаев сол азамат. Ең бірінші осыны кәсіпке айналдыруға қызығушылық туғызған сол кісі дейсіз? Сол кісі, ол кезде біздерде саумал қалада сататын аз болды. Өйткені Зашаған кентінде жоқтың қасы. Зашаған кентінде Мұхтар ағамыз бар ғой. Сол кісі сауып отты. Білесің ғой? Мұхтар ағамызды. Сол кісі сауып отты. Біздің жақта көп болмады, сосын әкеліп сауып бастадық. Ал енді жаңа балаңыздың ең бірінші құлын әкеліп көрсетіп, содан қызығушылығы туды дедіңіз. Енді өзіңіз де бала болдыңыз. Осы жылқыға деген жаңа айтады ғой, махаббатыңыз сол ауылдан басталды ма, Жаңақаладан? Ауылда өзіміз сол аттың үстінде өстік десек болады. Ол кезде шынымен біздің
үйде анда жылқы бір тай болды. Сол тайын 4 баламыз ғой үйге. Соны үлкендер мінеміз, кішілерге бұйырмайды ол дейтін. Бірақ әрқайсымыздың біздің жаңағыдай ат құралдарымыз бөлек болды. Еншілеп қойған комплект дейміз ғой, өзіміз қамшымыз, шыбыртқымыз, ер, тұсау бөлек болсын. Содан кейін бастап жылқы ұстадық қой. Енді бәйге шауыптық біздер енді кішкентайымызда. Ол кезде бәйге дейтін аз. Неше жасыңызда? Ол кезде бәйге аз ғой, мен шапқан 5-ші класста екен. 94 екен, 93 жаңадан Айдархан совхозының 30 жылдығы болды. Дүркіреген той. Үлкен той болды ауылда. Совхоздардан келіп жатыр. Сол кезде тайға шауып бастадық. Алғаш. Мына біздің ауылда әлі күнге шейін сол үрдіс ұсталады. 76-шы жылғылар мектеп бітіріп 93-те ме 92-де. Сол жылдардан бастап 25 майда біздерде тай бәйге болады. Жылда тай бәйге болады. Оны біздің балалар қыс бойы тай дайындайды. Соған дайындаламыз, соған шығамыз. Жер аяғы кеңіп, жақсы болатын бір табиғаттың әдемі тұсы ғой. Мына қазіргі қоғамды қарасақ, жылқының, қазақ пен жылқыны бірге ұштастырып, я болмаса мына жылқыдан алатын өнімнің пайдалылығын, ағзаға пайдалылығын, оның жаңағы тіпті ер адамның жайдақ мінгендегі үлкен пайдалылығын көп бірі білсе, бірі біле бермейді. Әсіресе қаланың қазақтары. Осы жылқы деген жануарды әлі де болса қазаққа тартымды қылып, қазаққа жаңағы сүйкімді қылып көрсететін сіз сияқты азаматтар аздау. Бірақ жайлап көрініп келе жатыр. Тағы да не істеуге болады осы жылқыны мысалы қалалықтарға насихаттау? Қазір сол бағытта жұмыстар, енді жылқыға мінетін ипподромдар бір жұмыс жасап жатқанын білеміз бір-екі жерде. Енді қалада жылқы ұстау біріншіден оңай емес. Енді 24 сағат бойы соны қарауында басың. Ауылда болсаң, ол өрісінен кетпейді, шығарында қоя бердің. Таңертең қамау болдың деген сияқты ғой, өз өрісінде. Мұнда түнде қамау ұстайсың. Онда да босап кетті ме, онда ұры-қары көп. Қазір далаға жіберсең, жаңағыдай жолға шығып кетті ме, бірдеңе жайтқа түсіп кетті ме деген сияқты. Ол үшін айыппұлды арқалап кетуі мүмкін, сіз қарамаса. Оны да жеп жатыр. Енді постоянно атты қамап түсірмес, бір кезде арқандап қоямын. Даланың жануары ғой. Әрине. Енді уақытымен ол да көк жеу керек қой, витамин жерден жұлып. Ол қанта жем, шөп жегенмен жұлып жеген де болмайды ғой. Енді біз қалада дамыту үшін бәрі көп осының бейнетінен қашады ғой біріншіден. Бәрі де ат ұстағысы келеді. Кім-кімде. Қазір ұстап жатқан жігіттер бар енді. Малмен малша болу керек қой. Оған енді малмен мал болып жүресің ғой. Боғымен кіріп. Демек, жылқыны ұстау үшін жылқының тұяғын да қатты болу керек дейді. Жылқы қатты ұстау керек, қарау керекпіз. Жылқы жаудың малы дейді. Бұйырса сен көп, бұйырмаса жаудыға қуып кетеді мысалы. Қазір. Оған да бақилысың дейді. Оған да бақилысың, Енді қазір дамуға келгенде, енді біздің Оралда қаламызда ипподром жоқ. Бұлай бір көптен жыр болған мәселе ғой. Бір осы қаланың шетіндер кесілді жасаймыз деді. Бірақ ол жер басқа біреудің иелігінде кетіп қалған ба? Енді әкімнің қабылдауында болдық. Ол кісі жаңа тапсырма беріледі деп, енді оған да бір жылдай уақыт оқыды. Енді солай бекітілген жаңағыдай ипподром болса, сол жерге келіп атқа мінеді бәрі. Мысалға этнотуристский база бар ғой. Саят деген қаланың шетінде. Ол да барлық жағдай қарастырылған, бірақ енді қаланың шеті болғасын, екінің бірі бір алмайды. Бәлкім жарнамасы не ме әлде? Жарнамалау жағы, осы насихаттау жағы? Мүмкін, ол кісілермен басына бардым. Қай жылдар екен, ашылған кездерде, ол кездер енді ол кісілер классический бағытын дамытқысы келді. Мен көргенде конкурдан неден жаттықтырушылар келді, Ресейден. Сол кісілер әйел адамдар болды, солар аттарын қарап жүрді. Біздер бардық, оның базы мықты енді. Бірақ ол енді біздің қазақ ұлттық спорт дамытылмай жатқанда, енді классический дамып кету біздің жақта қиын негізі. Басқа жат елдің мәдениетін, дәстүрін алып келу дейсіз. Негізі ол әдемі нәрсе. Оны енгізсе, деңгейі де жақсы жоғары дейсіз. Оны жеке нәрсе болса, ол ұлттық жаңағыдай үкімет жағынан тарапынан қолдау болса, оны істеуге болар еді. Мінекей, осы тұста үкіметтен қандай жәрдем бар ұлттық спортты дамытуға, жылқы шаруашылығын дамытуға? Бар ма? Ұлттық спорт мектеп ашылды 2000-нің басында.
Жұмысы қалай? Асан ауылында жүріп жатыр енді. Онда түрлі басшылар ауысып жатыр. Енді қазіргі таңда жақсы аттардың қазір тұрған жері, басы, аттың жем шөбі, жарысқа шығу мүмкіндігі бәрі қарастырылған қазір. Соған қосымша былтыр біздер бәйге бөлімін аштық. Ұлттық спорт мектебі жанынан бәйге бөлімі ашылып, сол қазір 30 бала қарамағында 2 жаттықтырушымыз сол балдармен жұмыс жасап отыр. Енді былтыр майда ашылды, біз күзге шейін жарты жылдың ішінде 3 спорт шеберіне үміткер, 2 бірінші разрядты спортшы дайындадық жарты жылдың ішінде. Енді биылға қойған жоспарымыз енді ел чемпионаттарына қатысу, ұту, және де биыл енді көшпенділер ойыны бар. Бүкіл әлемде президент айтқан. Соған қатысып, енді балаларымыз енді жүлделі болса, нұр үстіне нұр болар. Дайындығымыз қалай? Дайындығымыз жақсы. Қазір бір бала Айсұлтан Мерзат, менің өз ұлым, Алматыда дайындықта. 2 шабандозымыз Бекболатұлы Жігер мен Баян Арнұр деген 2 баламыз Астанада дайындықта. Бұл қай спорт түрлері бойынша? Бәйге бөлімінен. Бәйге түрлерінен, иә. Бәйге түрлерінен бізде құнан, топ, аламан 3 түрі ғой. Және классический не бар, ұшқыр бәйге. Оған дайындалып қажеттер басқа енді. Оған 18 жастан жоғары шығады. Оған Пайдин Махамбет деген бауырымыз ат дайындап жатыр. Және кешегі Каберханның иесі Тілек ағамыз. Сол Каберхан сұрайын деп отырған. Жалпы бұл аттың қазақ жылқыларына жақындығы қандай, шатыс па? Я жалпы мына қазақтың өзінің жылқыларына айтамыз ғой. Ақтөбедегі осы жақында бір ән шыққан Төреғалидың әні бар ғой, ненің жылқылары деп. Мұғалжар жылқылары. Сол жалпы бұлай қазақтың өзінің таза пародаларын шығаратын мүмкіндік бар ма қазір? Ғылыми көзқараспен қараса. Енді бұл жерде бәрінің аташылығы ғой. Ол енді Америкадан келіп жатыр. Ол біз қазақ жылқыны бірінші қол үйреттік дейміз ғой. Біз үйреттік, міндік, соны іштік жетік солай қалып қойдық, сол бағытта алып қойдық. Той болса шаптық, жаңа күндік жерден шаптырдық, мысалы аттарды кезінде. Ал қазіргі таңда ол енді жаңа Америкамыз бар, енді көршілес мемлекеттеріміз бар. Олар жаңа ғылым араласты, олар ғылыми түрде дамып жатыр олар. Олармен тең емес біз шынымен. Ол нешыл ғасыр бойы жүрген жаңадай ағылшын жұмыс, иә. Енді қалай жаңадай селекция дейміз ғой. Бұл енді ғылым араластыру. Мемлекеттің поддержкасы. Бізде жоқ қой ондай. Жоқ, ондай. Сол енді сол бағытта енді бізден мысалы үлкен университет бар. ЗКТУ дейміз ғой, мысалы. Аграрлық техникалық университет. Онда енді үлкен жаңағыдай лаборатория бар үлкен. ДНК-сы да бар, басқасы да бар. Бірақ жұмыс жасамайды ма? Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, жоқ, жаңа сіз айтып отырсыз ғой. Солай біз қалай дамимыз деп. Сол университеттен бір кафедра ашып, осы салаға именно жылқының жаңағы спорттық бағытына десе, мүмкін дамимыз. Өйткені жаңағыдай шетелдермен ол кісілерді негізі біледі, сұрасақ, оларға жаңа алдына салып бермегесін, олар енді өз жұмыстары бар ғой. Яғни жағдай жасау керек. Иә. Қайберхан туралы айтпадыңыз? Айтамын қазір. Мысалға айтып отырсыз жаңа мұғалжар дейсің. Иә. Көшім тұқыл, олар ет сүтті бағытта. Бұл тек қана жаңа өнімін алуға. Иә, өнім алуға, ет сүтті бағытқа, ондай жарысқа шықпаған. Мұғалжардікі де солай ма? Мұғалжар ет сүтті бағытта, жаңа көшім де солай. Енді Каберхан келетін болсақ, Каберхан ол енді қазақтың маңдайына біткен бағы, қанша жылқы келіп жатыр, бірақ бәрібір де жүйрік емес. Айтады ғой, алуанда болған жүйрік бар, әліне қарай шабатын. 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар дейді. Ол Америкадан да, мысалы Польшадан да, Германиядан да оралға болмағанмен, мысалы Ақтөбе, Алматы көптеген ат аукцион алып келеді. Түспетуі мүмкін дейсіз. Оның бәрібір де шауып оған жоқ. Шауып оқандар бар енді. Жалпы тегіне байланысты айтып өтсеңіз соны? Енді тегіне қарай шабады ғой. Мысалы жігіттің де тегіне қарайсың ғой. Енді сол сияқты мысалға біз жеті атаны қуатын болсақ, жетінші атасы мысалға нағашы жұртының өз жұртының. Жылқыда солай болып кетті. Әкесі шапқан ба, атасы шапқан ба, оның атасы. Жаңағыдай тармақтап келіп келген кезде мысалға қаны келіп соғады. Енді алып анадан туады дейді көбіне.
жаңағыдай 70% мысалы аналогтан беретін болса, сол аналог жағынан көбіне қарайды. Енді қазір енді түр-түрін шығарып жатыр ғой, енді имбрендинг қылып шығарып жатыр мысалы. Өйткені мысалы одан мықты жүйрік шығуы мүмкін, одан инвалидтер туы мүмкін мысалы. Әртүрлі уақытта. Енді біздерге биыл үлкен конференция болды. СХИ-дің жаңағы кафедрада меңгерушілері бар, жаңағыдай профессорлары бар, және Қайрат Ихсан деген Алматыдан үлкен ғалым ағамыз келді. Енді осы бағытта біз енді жаңа айтып жатырсыз, Кайберхан сияқты біздер шығу үшін біз қазір нөлден бастауымыз керек. Бізде база ештеңе жоқ қой. Осы неге аграрлық техникалық университетке біз база құратын болсақ, жаңа келген Кайберхан сияқты шетелден келген айғырларды производитель қылып, аяқтан қалған болатын болса, соларды бір қанын тапсырып, қылын тапсырып, мысалға қойсақ, сонымен қосылған құлындарды жаңағыдай бәйгеге дайындасақ. Жылдағысын шауып, ол бәйгаттарды мысалға біз Ресейден, мысалға Польшадан әкеледі, жігіттер аяқ еттен далаға қоя береміз. Или мысалға конечно содержание дейміз ғой, іште тұрып ат баптау, қалтаға салатын болсын қиын. Жаңа ғалымдарымыз еді, сен әкелген атың далаға қоя берсең, ол скорость теряйсет, барына айылып қалады. Яғни күшін жойып алу мүмкін. Мысалға ат баптаудың өзі бұрын енді ауылда жаб аттар, малға мініп жүрген аттар 2 таң арасында апарып сол жібересіз бәйгеге шауып шығады. Қазір біз аттарды қоя береміз де, ұстап алып сөйтіп шапқымыз келеді. Аттар да спортсмен сияқты ғой. Жылонекай тренировка көріп. Жаңа айтады ғой, тонуста дейді ғой, өзінің формада болу керек. бағында болу керек. Формада болу керек. Кезінде бір азаматпен әңгіме соқтым, сол кезде осы бәйгеге қатысты мәселе көтердік. Сонда айтты, бәйгенің айналасы бизнеске айналып кеткен деп. Бір-бірінің аяқтан шалу, атын улау, оның ішінде түрлі сұрқия нәрселер бар дейді. Сол шын ба? Бизнес дегенде енді қалай туады қазір үш керек, енді ақшасы бар шауып отыр. Енді мен жағдай жететіндер. Жағдай бар кісінің бәрі атбек болып кетті ғой. Ресейден, мысалы, натурал Ресейден атылып кетті. Біздер мысалға қолтума дейміз ғой енді. Мысалы, сенің әкелген айғырыңа, бұны әкелген биесінен қосып, құлын алып, өсіріп, жаңа шабайдың жатқанда, олар даптайын ақшам алып кетті, шабатта. Мысалы, осы айтатын бір бизнес. Оның түп-түбінде ұлттық спортқа деген жанашырлық емес, көп жағдайда қалтаның қамына? Атақ қой. Атақ, абырой. Атақ үшін ғой. Байлығы жетеді. Бәленшенің атасы аты керек. Әлгі құлагердегі сияқты бәленшенің аты бірінші келді деген. Сол атақ үшін ғой. Негізі атбегілік дейтін аттың қасында күн-түн жүргенде атбек деп айтамыз. Енді қазір 2 мың сатып алады да, ат шаптырады да. Атбек болып кетті. Енді мына өскелең ұрпақты ұлттық спортқа, бәйгеге аударыспағы бар, теңге алуы бар, басқасы. Бізде осы жаңа айтып өттіңіз, үнемі бәйгеге саламыз балаларымызды. Көкпар жоқ, ондай дамып жатқан жоқ. Не себеп? Жоқ, олай емес. Біз бәйгеге шабатын уақыты баланың бір 25-тен 35-ке шейін салмағы. Одан кейін бала уже біздер ауысады жаңағы ұлттық спорт мектебіне. Мысалы, менде қазір балалар бар ма? Салмақ толған балаларды мен ұлттық спортқа өткізіп, басқа группаға жаңадан бала жинап отырмын қазір, мысалға. Жақсы, енді ол бәйгеге қатысты. Ал көкпарымыз? Көкпарымыз жақсы. Енді мықтылар бар ма? Мықты дегенде бар ғой, мықты балалар енді. Оны көкпар жағында мен бәйге федерациясында болсын, көкпар жағында ештеңе айта алмаймын. Енді өйткені қазір көкпар бізде жақсы дамып жатыр деп айтамын. Неге десеңіз, бұрын тек ұлттық спорт мектебі болды көкпар шабатын. Аудандары болған жоқ. Қазір енді айта аламын, Ақжайық ауданы, мысалы, құлагер шаруашылығы дейміз, мысалы, Аткеев Болат ағамыз үлкен қора салып, ішін аттан толтырып жігіттер жұмыс істеймін, шабамын деген жігітке аттан толтырып қойды. Ғазиз Жанәділ бауырымыз сонда шауып отыр, мысалға, команда ұстап отыр. Екіншіден, Шыңғырлауда кім өз қалтасынан қаражат салып, Қырғызстаннан қымбат аттар әкеліп, Жұбаныш деген спортсмен ініміз. Яғни бұлар жаңағы кәсіпкерлер ғой, шаруа қожалықтары. Жеке кәсіпкер. Осы ұлттық спортқа олар
не сылап жатыр да. Енді бір кездері бір кездері емес, мына соңғы кездері әсіресе облыстық спорт көп сынға қалып жатыр. Бір кездері білесіз, бір жылқы емес, есек асырап отыр дегенде бір әңгімелер шығып кетті әлеуметтік желілерге. Жалпы мына қазіргі жағдай қалай, жақсы ма? Бір екі ауыз сөзбен. Қазір жағдай жақсы. Өйткені бұрынғыдан гөрі мен қазіргі ат спортына риза болатынмын. Аттың жем-шөбі мол, аттың қорасы бәрі қолданған, астарына опилка төселген. Жағдай жасалған. Жағдай жасаған. Балалардың, кішкентай балалардың осы ұлттық спортқа деген ынтасы қалай деген сұрақ алаңдатады. Енді сізді білеміз, өз балаларыңызды сол бағытта тәрбиелеп жатсыз. Енді ұлттық спорт даму үшін жарыс көп болу керек қой. Біздерден ішінірек Ондай жиі емес. 8-10 жас арасында біздер көкпардан ұйымдастырдық, тай көкпар мысалы. Таймен жүрген балаға қауіпсізді, үлкен ат емес. Ұйымдастырдық, Ақжайық ауданын шақырдық, жаңағыдай Теректің шақырдық деген сияқты. Содан кішкене қазір дамып, қазір жасөспірімдер, қазір көп балалар. Жастар арасында. Жақсы, жаман емес, Жаман емес балалар. Жаман емес, қозғалысы бар қазір. Қаратөбе, Жымпиты қазір. Әрқайсысы Жәнібек ауданы. Қазір бәрі ат қора салып, ат ұстап отыр. Жоқ дегенде 10 команда шығады. 8 команда қалай сол шығады? Толық. Бәрекелді. Енді алда жеңісті күндер алда деп сенеміз ғой. Әрине. Ал енді мына жылқы баптауы ұлттық спорттан бөлек сіздер енді қымыз саудасымен айналысасыздар. Кәсібіңізге айналған. Енді ата кәсібіміз бұл енді жақсы нәрсе. Жалпы қызығушылық қандай? Жалпы қымыз ішіп, денсаулығын түзеймін дегендер қатары қаншалықты көп. Ең негізгісі осы жылқының қазаққа беретін пайдасы туралы бір екі сөзбен айтып өтіңізші, қысқаша. Енді ішсең қымыз, жесең қазы, мінсең көлік. Жылқының қазаққа негізі ажырамай үйде әрқайсысы жағдай етсе бір жыл ат ұстаған дұрыс қой. Баласы көріп мініп өседі, сүтін сауып ішіп өсесің. Жаңа 40 түрлі ауруға ем дейді саумалдың өзі. Енді қымыздың өзі қазір ас қорытуына, қазір сұраныс көп, өйткені қазір садақаларға қымыз қояды. Жаңағыдай халал тойлар дейміз, соның өзі әйтеуір қазір көптеген жігіттер қаланың бұрыш-бұрышында бие сауып отыр. Шүкір, жақсы, рахмет. Енді ең негізгі сұрақтардың бірі деймін ғой, мына жылқының өзі текті жануар дейміз. Өзінің үйіріп әкетіп, басқа айғырларды кіргізбей, өзінің бір жануарлығына жанашырлығы бар жаратылыс. Қазақта дәл қазіргі уақытта тап сондай бір ауызбіршіліктің болмай тұрғанын да байқаймыз қоғамда. Сол жылқыдайын мінез қазаққа қазір жетіспей жатырған сияқты деп ойлайсыз ба? Әрине. Енді бала ат жалын өссе, қазақ жылқы мінез дейді ғой, жылқы ат жалын өссе, сол бағытында ол жаңағыдай қалай мінез алып кетеді. Тектілікті бойына сіңеді. Жылқының жаңағыдай қуаты, арқыраған жылқының, айғырдың өзінің арқырағаны бар ғой. Төбе шашын қиқан шымырлайды. Айғырдың бар ғой. Және тізгін ұстау. Тізгін ұстап, жұлқын баққанда бала дейтін ат үстіне бөлек болып кетеді. Дәрежесін көтереді. Әрине. Еңсесін көтеріп, ат үстіне бала бөлек. Өйткені қазір мен бір қынжылатын баланы атқа келудің орнына, мысалы, ер жетіп қалған балаларды, мысалы, қазір көбіне шын керек әйелдің тәрбиесінде бала. Жоқ, бала құлап қалады, бір жер ауырып қалады. Балаға атылып берсе, жоқ, ол велосипед, жоқ. Теуіп өлтіреді басқасы. Ол баланы бұтаң ұстап отырсаң да бейнетін тап болса тыншы қояды, мысалы. Және ер азамат ретінде қалыптаса алмайды. Әрине, Алла аманатта қойсаң, баланы Алла аманат, осы ат жалында жүре берсін. Айтады, ат жалын төсейді, есек тұяғын төсейді дейді. Ат құлағанда да сен атты баланы тапамайды. Аттап кетеді, аттамалап кетеді. Аттың сондай бір қасиеті бар. Өзінің жаңағы досына, үстіндегі шабан досына ат тапамайды. Сондықтан да мысалы айтатынымыз, балалардың қазір артық салмақ неден? Қазір балам ойбай велосипед тепсе шаршап қалады. Атқа мінсе құлап қалады. Қазір жан қинамайды, тек баланың қазір саусағымен көз ғой қимылдайтын. Телефонда. Баланың бәрі қазір жалпы семірді. Даже велосипед теуіп кетпейді, китайский нелер ғой, мопед. Өз жүретін. Дырылдап өз жүреді. Бұл масылдыққа тәрбиелеу бала. Әрине. Ол баланың былай қарағанда
не андай жемдеп жатқан ат сияқты. Ертең ол бала бұны әкесінің қасірет деп айта алмаймын. Оны сойып ет аспайсың ғой дейсің. Әрине. Ол баланы дейтін, жаңағыда айтып баланы аясаң аяма дейді. Баламыз қазір мақтанғанымыз күн астында жылқы бағып, миы қайнап. Соның өзінде мысалы мен балам қолына айфон алып бермеймін. Неге? Бұл қолмен еңбегімен алсын, табады. Мысалы менде жүрген шабандоздар қазір балдар бір сезон шабады да бір айфон алып алады. Өз еңбегімен, ақтерімен. Иә. Балалардың жас жетіп, өсіп қалған кезде он баланы істейміз, апарамызды официант қылып қоямыз. Тамағын тасып, жылы жерде содан болар істекелер пайда болады, қайдағы бір ағымдарға араласады. Аттың үстінде жүрген баланың құлағын тескен көрдің бе? Шашын бояған бала көрдің бе? Сондай болды. Өте тамаша. Бір қысқада нұсқа сұхбат болды, бірақ ойлаймын сіз үлкен тәрбиелік маңызы бар дүниелерді айтып өттіңіз. Көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Өзіңіз сияқты жастар арасында жылқы мінез жігіттер тәрбиелейтін мықты азаматтар көп болсын. Келгеніңізге рахмет. Көп рахмет. Құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, бүгін керемет қысқада нұсқа, бірақ өте сапалы шыққан сұхбаттардың бірі деп есептеймін өзім, себебі қазақтың жылқымен байланысы және де жылқының қазаққа берер қасиеті, берер жаңағы айтамыз ғой, дәрумендері, бүкіл пайдалы нәрселерінің барлығын қамтып, қысқада нұсқа жақсы сұхбат құрдық. Көңілдеріңізден шықты деген сенімдеміз. Егер шыққан болса, лайк батырмасын басып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Қазақ контент дами берсін.